Армысыздар қымбатты қауым. Шығыс Қазақстан облыстық Абай атындағы әмбебап кітапханасының әрбір сәрсенбі сайын өтетін іс-шарасы алаш арыстарына арналған бұл үлкен жоба. Алаш арыстарының ұрпақтарымен, алаштанушылармен кездесу, ізденушілермен, зерттеушілермен, жас ғалымдармен осы алаш тақырыбын, алаш арыстарының өмірін, шығармашылығын зерттеп жүрген тұлғалармен кездесу, дәрістерін тыңдау. Міне осындай шараның бірі бүгінгі біздің қазақ ұлтының маңдайына біткен ірі алаш арыстарының бірі, журналист, ұлт қайраткері, алаш қайраткері, Ақмола облысында алаш ұйымдастырушылардың басшыларының бірі, ірі қоғам қайраткері, публицист, жазушы, дәрігер, сондай жан жақты тұлғалардың бірі Жұмағали Тілеулинге арналады бүгінгі дәрісіміз. Бүгінгі дәрісіміздің қонағы Жұмағали Тілеулиннің өте жақын туысы Тілеулин Бекет аға Сәпиұлы бізде қонақта отыр. Бекет аға туралы айтатын болсам, осы Петропавл қаласынан осы Жұмағали Тілеулиннің туған өлкесі Петропавл қаласындағы автомеханикалық колледждің ұзақ жылдар ұстазы болған, басшысы болған, ұзақ жылдар осы ұрпақ тәрбиесіне өмірін арнаған Бекет Сәпиұлы бізде бүгін қонақта Жұмағали Тілеулин туралы әңгімесін ортамызға салады. Жалпы бұл қуғын-сүргін жылдары туралы айтатын болсақ, биыл 2021 жыл. Жалпы қазақ даласындағы бұл тарихшыларымыз екінші ақтабан шұбырынды деп атап жүрген осы қуғын-сүргін жылдары 1921 жылдан бастап алған екен. Биыл 2021 жыл болғандықтан міне осы қуғын-сүргін зобалаңына биылғы жылы 100 жыл толып отыр. Қазақ тарихындағы ең қаралы кезең, қазақтың маңдайына біткен талай арыстарымыздан айырылған, қазақтың серкелерінен сүт бетіне шығар қаймағынан айырылған, қазақ даласындағы, қазақ шаңырағындағы осы от жалыны шарпып өтпеген шаңырақ қалмаған, кейбір шаңырақтарда тіпті ұрпақ қалмаған, бүкіл әулеттің атқа мінер, бас көтерер азаматтарын тұтқынға алып, лагерлерге айдап, біздің бұл шарамыз зон бағдарламасында өтіп жатыр. 40 минутта үлгеретін шығармыз деп ойлаймыз. Егер біз үлгермеген жағдайда қайтадан қосылуларыңызға болады, шара ары қарай жалғасын табатын болады. Сонымен ұстаз Жұмағали Тілеулиннің жақын туысы Бекет Сәпиұлы бүгінгі біздің қонағымыз. Аға, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Мен кішкене сіз айтқаны Петропавл автомеханический техникумда мен істеген жоқпын. Мен Көкшетауда институт бітіргелі осы 1970 жылдары Көкшетауда тұрамын. Автокөлік жасау техникум мұғалімі болдым, бөлім меңгерушісі, сосын соңғы 19 жыл директоры болдым. Көкшетаудың азаматымын мен. Петропавлдікі емес. Кешіріңіз, маған жеткен ақпарат сондай еді. Енді арқада айта берейін енді. Жақсы айта беріңіз. Бізге енді ең маңыздысы бүгінгі есімі ұмытылып қалмас екен. Бізден кейінгі ұрпақ, мынау 3-ші мыңжылдықтың ұрпақтары да біздің мемлекетіміздің тәуелсіздігі үшін күрескен ұлт зиялылар, алаш арыстары, өздерінің ғұмырын қиған, өмірін сарп еткен алаш арыстары туралы білсе екен, танымдарын кеңейтсе екен, ол кісілердің есімі тарихымыздан өшіп қалмас екен деген біздің негізгі мақсат. Соны сіздер сияқты жақын туыстарының аузынан есту тіпті бір ғанибет деп ойлаймын. Сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Мен нақтағы орысша айтады ғой. Жұмағали Тілеулиннің племяннигі боламын, орысша айтқандай. Қазақша айтқандай ағасын баласымын. Ол кісі маған аға болады, бірақ мен өзім қазір ағалық ретінде емес, ол кісі менің атам сияқты болады. Райхан апай, менің апам сияқты болады. Сондықтан жалғастыра берейін. Сіздер енді осы бейне конференция өткізіп жатқаныңызға, сосын бүгін Жұмағали атамыздың арналған тақырыпты сіз маған сөз бергеніңізге көп рахмет айтамын. Әсіресе сіздің ұжымыңызға, Абай атындағы кітапхананың жұмыскерлеріне.
және осы одан бұрын соңғы 10 жылдан бері мен енді бір мақалалар жазып жүрдім Жұмағали ағамыз туралы. Және де осы соған дайындағанда мен өте атақты ғылымды профессорлардың шығарған мақалаларымен, кітаптарымен танысып, соған да дайындалып, сол бүгінде солар арқылы осы лекцияға дайындалдым. Солардың аттарын айтып кетсем, мысалы Тоқсанбай Зарлық деген Солтүстік Қазақстан университетінің профессоры, сосын Мамбет Койвелді деген профессор, сол кісілердің жазбаларын оқып таныстым. Және біздің көкшетаулықтар Сарбас Ақтаев деген жазушы, Төлеген Қажыбаев деген жазушы, және енді солтүстікте тұрған Қайролла Мұқанов кітабын Алашорда Жұмағали ардагері деген соның кітабын, және де сіз білесіз, Сәуле Маликова деген солтүстік Қазақстанның мұрағатының директоры, тарих ғылымның кандидаты. Сол кісі бұлардың мынандай бір кітабы бар, сіздерде бар шығар, міне. Солардың арқасында. Бізде мына кітап қана бар. Қайролла Мұқановтың кітабы ғана бар. Мынау Сәуленің кітабы. Ол кітап бізде жоқ, Сәуленің кітабы. Ол кісінің кітаптары қазір тиражда жоқ, тағы да бастырып тағы берем деген ол кісі. Енді соны күтеміз енді. Сосын әлгі 1918 жылы біздің осында Көкшетауда Қазақ пед колледжі бар. Соның арқасында ғылыми практикалық конференция өткіздік Алашорда туралы. Оны директоры Нұртас Ахада деген азамат біздің Айыртаудың жігіті. Сондықтан ол кісі қазір жақында академик атағын алды. Соның директор. Соның арқасында өткіздік. Сонда көп ғылымды адамдар келді. Соның бір шешімі болды. Осында еске алу үшін Алашорданың қайраткерлерін атын беру керек деп, осы біздің Көкшетауда. Сонырақ айтам, сол орындалды. 1919 жылы көшелердің аттарын берді. Сондықтан оны мен сонырақ айтарым. Және де көшенің атын бергенін біз Жұмағалидың ұрпақтары ойланып, осы кісіге астам бір конференция өткізейік деп. Сол конференцияны өткіздік. Жұмағали Тілеулин Алаш тағылымы деген конференция өтті. Сонда бүкіл Жұмағалидың ұрпақтары болды. Осы Көкшетау, Алматыдан келді, Нұр Сұлтаннан келді. Сонда біздің қала мәслихатында бір несінде жиналысында ономастический комиссияның арқылы сонда бір кездесу болды. Сонда айтқан ғой, осылай комиссия көп жұмыс істеп, сіздерге айтайын деп, сол көшелердің аттарын берейік деп. Соның көшелердің аттарын бергенде көп аттарын биліп әңгіме болды, келіспей сөздер болды. Бірақ бір көшенің атын бастағанда Бәйкен Әшімовтың атын қойды, залдағы отырған тыңдаушылар қол шапалақтады. Содан кейін Жұмағали анандай бір көшенің атын Жұмағали Тілеулин атын қойып дегенде, сонда да қол шапалақтады. Басқаларында тек қана биліп жай сөз әңгіме анау-мынаумен әйтеуір шешілді ғой. Сол айтқан Алашорданың аттарына ешқандай дау болған жоқ. Сол енді айтқанда осы кісілер айтқан кісілерге жаңты мынау жақында осында Көкшетау тарихы музейінде мені шақырып тоже бір әңгіме жасадым. Олар кино жасаймыз дегенде мен сосын оларға айттым, осы бүгінгі дайындыққа айттым. Сіздер бір не кино жазсаңыздар, соған маған беріңіз, сіздерге осы Семейге сіздердің кітапханасына әдейілеп жіберемін. Жақсы. Тағы да бір кездесулер болды, енді жарайды, осы тақырыпқа ауысайық. Мынау біздің енді рудан бастаймын, көп созбай. Біздің ру Арғын деген
рудан тарайды. Арғын деген Тоқалынан Қара Сопы деген азамат, Қара Сопыдан Бәсентейін деген шығады. Сол Бәсентейінен біз тараймыз. Бәсентейінен тарап, олар сол уақытта Павлодар облысының Павлодар жақта ертіс бойында тұрып атқан. Сол бір 18-ші ғасырда Айтбай батыр деген болған бір біздің Бәсентей бабамыз. Ол кісі батыр біздің ұлттық босату қазақтардың күресіне жығылған. Сондықтан Малайсары деген бір белгілі батырымыз болды. Сол бір себеппен, оның себебін айтпай қойын, Айтбай батыр бабамыз осы мына Көкшетау жаққа келеді. Сол мынау бұрынғы Володар волысы деген қазіргі Айыртау ауданы Жаманшылар деген ауылға келеді. Өз ауылымен ертіс бойынан ар жағына шығып, бері қарай шығып дегендей. Сонда ауылда, Жаманшылар деген ауылда, бір ауылдарда тағы да барады. Қаратал деген ауыл, Қоскөл, солар ауылға балалары барып бірге тұрып атады. Содан Айтбай батырдан біздің шөбере туады. Ең жақында бізге шөбересі мынау Тілеулі деген атамыз, әкеміз. Тілеулі Батаев деген, Батай Айтбай батырдың немересі, Тілеулі шөбересі болады. Сол Тілеуліден 5 ағайынды туады. Тілеулі, Салпық, Бейсен деген, Еділ, Жайық деген. Сол арамызда енді айтқанда, жақындап айтқандай, үлкені Шаймерден деген 7-ші жылғы Ленинмен бір жылда туған. Son 4-5 жылдан кейін тағы 4 туады. Сол соңғы екіншісі Мұқан, содан кейін жылы Жұмағали атамыз болады. Сол Жұмағали атамыз кішкентай кезінде ана ауылдағы молладан суат тұрып, үлкен ағасы Шаймерден көреді, Жұмағалиға тағы да арғалай оқыту керек деп. Сосын Қаратал деген ауылда Шаймерден үлкен ағасын Шаймерденнің жолдасы тұрады, Құсайын Темірбеков деген. Құсайын Темірбеков ол кісі бұрын Омбыда әскери фельдшерлік мектеп бітіреді. Содан келіп осы Көкшетау уезінде мұғалім дәрігер болып істейді. Дәрігер болып біраз кісілерді ауылдан аралап кісілерді емдейді. Бірақ осы 1884 жылы мектеп ашады Қаратал ауданына. Араб, орыс тілін үйретуге. Сонда әлі сондай мектеп бар екенін Шаймерден ағамыз сонда барып, әлгі кісіге сұрайды, сол мен осындай бауырым бар еді, Жұмағали деген, сізге мектепке оқып түсіреді. Ол өз қолын алады, сосын 1910 жылы бітіреді сол мектепті. Сосын өзі Омбыда өзі бұрын сол фельдшерлік мектепке Жұмағалиді жібереді. Жұмағали түседі. Сол 1913 жылдан бері 13 жылға дейін сонда оқып бітіреді. Қайтадан ауылға келіп, сол Қаратал ауылында мектепінде сабақ көреді. Содан кейін әлгі үлкен қызы болған Құсайын, Темірбек Құсайын деген. Ол кісі көп емдеген кезде біраз ауылдарда көп жұмыс істеп, адамдарды емдеу жағынан сонда бір атақ алды. Құсайын дәрігер деген сол кісі. Оларда 5 бала болады, сол үлкен арқан Райхан апамызбен үйленеміз деп, сосын кімнен Құсайын әкесінен рұқсат сұрайды. Ағалары келіп. Рұқсат береді, енді құда түскендей болып. Бірақ ол кісі бала кезден бір байдың баласына тұрмысқа береміз деп уәде беріп қойған.
Енді ол сол әкесі ана баймен кішкене ақылдасады, ол рұқсатын береді, бірақ артынан бір жанжал болған. Содан кейін екеуін Нұрахмет деген атамыз парадпен түнде Петропавлға алып келеді. Сонда тұрады Жұмағали атамыз уездің фельдшері болады, Петропавл уездің фельдшері болады. Сонда біраз жұмыс істейді. Айтпақшы сол кісі омбыда оқып жүргенде уже көп мақалалар жазып жүрді. Айқып журналына, сосын Қазақ газетінде Орынборда. Соларға көп медицина туралы көп мақалалар жазған. Содан кейін енді ала кетейін жанұя туралы. Райхан апамыз енді сонда бір педагогический курстар болған, 3 айлық. Сонда оқыды, сосын кішкене білім алады. Бірақ өзі де сол әкесінің мектебін бітірген Қараталдағы. Содан кейін ұшыл туады. Үлкен ұлы Ерік деген 1918 жылы. Ол кісінің тағдырында өте қиюлы болды. Соғыс басталғаннан кейін 42 жылы Сибирьге еңбек армияға жібереді оны. Сол жерде ауырып 45 жылы қайтыс болады. Содан кейін 2 жылы Әзиз деген, ол кісінің тағдыры өте қиюлы болды. Ол кісі сол бірінші білімді, алғашқы білімді сол бәрі Петропавлдан алады. Содан кейін соғыстың алдында Қырғызстанда строительный құрылыс техникум бітіреді. Соғыс басталып қалады, оның бір ауылды жерге жұмысқа жібереді. Соғыс басталып қалады, сосын үйіне қайтып келеді. Үйіне қайтып келеді, военкоматқа барып тіркеледі. Ол уақыт әкелері халық жауы деген атақ алды ғой. Сонда сен қайда болдың, сосын және де не қазір тіркеге келмедің. Ол айтыпты, енді ауылды жақта болдым, сосын соғыс басталғасын қайтадан келдім. Сол тіркелгеннен кейін олар несін халық жауы деген әкесінің атынан естіп соғыс қалып штрафбат батальонына сонда соғыста болады. 1943 жылы мерзімнен қайтып деген қағаз келеді. Ол баласы 1921 жылы. Кіші баласы Серік ағамыз 26 жылы туған. Ол кісі сол 32 жылы Жұмағали атамызды Воронежға жер аударуға жібергенде, сол қуаланып, олар неге Ташкентке көшіп кетеді. Ол Ташкентке көшкенде, сонда соғыс басталғанда әлі ол жас, содан кейін соғыс біткеннен кейін соғыс құрылыс техникумда жұмыс істеймін деп, бірақ оны сонда қант заводы болған, сонда жұмыс істеді. Сонда ФЗУ деген оқу мектептерінде бітіріп, 1945 жылы Қырғызстандағы дәрігерлік институтқа түседі. Ол кісі сол 2 жылдан кейін неге Алматының мединститутына түсіп, сонда үздікпен бітіріп, аспирантураға түсем деп мақсаты болған. Бірақ ona солай әкесі сондай қазақ жауы дегеннен кейін оны аспирантураға алмаған. Hatta институтты үздікпен бітірген. Сосын оны Гурьевке жібереді. Гурьевте театр болып істеді. 3 жыл әлгі институт бітіргеннен кейін 3 жыл істеу керек. Содан үйіне қайтып келеді. Сосын сонда әйтеуір аспирантураға сұранып, қайтадан сол аспирантураға түседі. Соны жақсы бітіріп, аспирантура алдымен кандидат, сосын доктор биология ғылымның докторы болды. Сол көп жыл емдеу жағынан, әсіресе туберкулез жағынан көп емдеу жұмыс істеді. Сол 1986 жылы пенсияға шықты. Пенсия шыққасын тағы да кішкене жұмыс істеді. Онда 3 баласы бар Алматыда, 2 ұл, 1 қызы. Олармен ана жолы конференция өтіп, енді шақырып едік, бірақ ол балалары келмеді.
жұбайы бар, ол кісімен бірге телефонмен сөйлесіп едім, кіші баласы Данияр деген, названып деген, сонымен кездесейін деп едім, телефонын беріп еді, бірақ телефонмен мені ол кісі кездестірмеді. Сол енді бір тағы да бүгін уақытқа қайталағанда мен есімде бар, бала кезімде 1952 жылы Райхан апамыз Серік екеуі біздің сол онда Валытаровка деген ауданның орталығы, қазір Саумалкөл деген орталығы. Сонда келеді екеуі. Сонда келгенде біздің жақын өте қуанып көп мен шешеммен ақылдасып бақты. Сол біздің өткен көлге, Саумалкөл көліне суға түскен көрдік. Осынан өзі кішкене дәрігерлік ретінде мен сияқты үлкен балаларға қарап, денесін қарап, біреулерге солай несі бар. Бала болса да кішкене науқастар бар, оны емдеу керек деп біздің туыстарға солай ақыл сөз айтып жүрді. Содан кейін кетті. Сол Райхан апамыздың денсаулығы кішкене қиналып қалды. Енді өзіңіз білесіз ғой. Күйеуі хабарсыз кетті деген, анда біреуі соғыста қайтты, біреуі еңбек жұмыстарында жүріп, сондайда қайтты. Денсаулығы жүрегі ауырып, сол Серік ағамыз неде жүрді? Ленинградта мамандығын көту деген курстар болды ғой. Сонда нетіп жүргенде шешесін шақырып алады Ленинградқа. Шақырып алып, дәрігерлерге көрсетіп, ол кісілер енді операция жасау керек деп, операция жасап, апрель айында 1955 жылы сәуіріне сол жерде қайтыс болды. Сол Ленинградқа бір орыс зиратына қойған. Сонда енді содан кейін енді Жұмағали Райхан екеуі Петропавлға уездің фельдшері болып істеді. Сол уақытта мақалалар жазып, 1917 жылы патша құлағанда Әлихан Бөкейхановпен танысады. Соларда жазғанда сонда патша құлады. Сосын ол уақытта бұрын әңгіме болған Алашорда туралы, Алаш автономия алу туралы. Сол жерде Мыржақып Дулатовпен кездеседі. Сонда Мыржақып Дулатов кездесіп, кімге Асқар деген ағасына хат жазады. Осы мынау Петропавлда біз өте қызықты, интеллигенттік, жас адамдармен кездестім, таныстым. Мен бірінші сол Жұмағали Тілеулин деген. Ол Жұмағали Тілеулин дәрігер осы мынау Петропавлда. Одан кейін қазір өзі мақалалар жазады. Сол жазушы, волонтер, жас жазушы. Мағжан Жұмабаевта мен кездеседі. Сол үшеуі өмірінің аяғына дейін жолдас болды. Сол 1918 жылы Алашорда құрылғаннан кейін, партиясы құрылғаннан кейін 1910 Жұмағали Тілеулинді түрмеге құтқарады. Сонда Мағжан Жұмабаев осындай бір өлең жазады. Ға деген, яғни Жұмағалиға деген, анау нетіп атын тықылған ғой. Сонда сол өлеңін жазып, жасырып түрмеге жібереді. Мыржақып Дулатов ол кісі енді Оян қазақ деген 1919 жылы бір шығарма кітап шығарды ғой. Сол мынау Совет үкіметі 1917 жылы құрылғанда сол кітапты мынау большевиктер іздестіріп, соны жоямыз деген бір жағдай болды.
сол мың данасын Мырзақып Дулатов Жұмалиға береді. Сен бұны ұмыттық, мен сосын кісілерді жіберемін сіздерге, саған. Олар ақшасын төлеп, сол кітапты алатын болады. Ол ақша керек болды сол уақытта, мынау қазақ балаларын оқыту үшін. Енді аштық болғаннан кейін соларға жинап жүрген не ғой, ол азаматтар. Сонда келеді ғой енді сол Мырзақып Дулатовқа сондай бір кітабын алғым келеді деп. Сосын сол кімнің әдірісін береді, сонда барып аласың. Енді осы жақында 1031 мамырда не болды ғой? Ресей болып бір уақыты 30 жылдан бері. Сонда киносын көрдім мен, деректі киносын. Соның арасында марқұм Гүлнар апайдың айтқан сөзі. Ол айтты, мен осы айтқан сөзі ғой, Мағжан Жұмабаев пен Жұмабаев Тілеулин жанұясымен баяғыда танысқам деп. Апам, осы Ләйлә деген апам, бірде Талғатқа барғанда сол кісімен кездестім. Жиендерім, әлгі жиенім, бағана айтқан жоқпын, жиенім Башчан Канапьянов. Мен үлкен апамның баласы, белгілі жазушы ғой. Ол кісі көп іздеу жұмыстың Жұмағали Тілеулин арқылы кітап жазған. Сонда білет айтқаны ғой. Сол кітапта да бар, сосын Қайролла Мұхтаровтың. Мектеп бітіргеннен кейін мектепте бір оқыған әйел бала екеуі Петропавлға барады. Петропавлға барғанда Жұмағали атамыз ол вақтағымыз ғой. Темір жол вокзалында қарсы алады, үйіне апарады. Райхан апай екеуі көріп, алдымен Мойшаға барады, сосын тамақтандырады, ертеңіне шашын жөндеуге шаштаразға апарады. Одан кейін киім алып береді, көйлектер, өскеннен кейін кішкене кемдеу көйлектер, киімге алып береді. Соны екі-үш күннен кейін келеді, соны ұмытпаған, соның бәрін айтқан, соның өзі кітап шығарған. Сол туралы осы кітабы бізде бар, қазір бір жиенім алды оқиын деп, сол кітап бізге тапсырған. Ал сол жағдайда үшеуі де жанұялы болғаннан кейін бірге көбірек өздері көбірек жолдас болды. Сосын олар айтады, Шымкентте Гүлнар апамыз Шымкентте тұрғанда үйлеріне бір ұрылар кіріп, бір үлкен азаттардың арасында альбом алып келді. Сол альбомда Жұмағали, Мағжан, Мырзақып, үшеуі көп түскен кәсіпкерлер болды, секретар болды. Соның арасында олар байғы отырған дейді. Енді Мырзақып пен Жұмағали кішкене үлкендеу ғой, жасы үлкендеу ғой Мағжаннан. Екеуі орындыққа отырады, артында Жұмағали тұрып тұрады екен. Жаңда ол айтады, Жұмағали өте әдемі. Гүлнар апамыз өз естеліктерінде Гүлнар апамыз естеліктерінде жақсы жазады ғой. Омбыда жүргенде әкеміз дейді, үйге жазған хатында осы Жұмағали Тілеулинмен танысып, өзі өнерден де құралақан емес екен, жазатын да бар екен деп сөйтеді. Қызылжарда келгелі бірталай кісілермен таныстым дейді. Олардың ішінде тез тіл табысып кеткен Жұмағали Тілеулин деген дәрігер. Ол әрі қаламы жүйрік жазушы екен, өнерден де құралақан еместігін арамызды жақындата түсті деп Мырзақып Дулатов сөйтіп жазған екен, үйіне жазған хатында. Гүлнар апамыз өзінің бірнеше кітаптарын жазды ғой, естелік кітаптарын, Алаш арыстары туралы, көз көрген Әлихан Бөкейханов туралы, өзге де адамдар туралы жақсы естеліктер қалдырды ол кісі. Сол естеліктерінде Жұмағали Тілеулин туралы солай жазады. Жалпы Мағжан Жұмабаев Жұмағали Тілеулинге арнап өлең жазған ғой, жаңа өзіңіз айтып өткен. Сол өлеңінде міне, ардақтер ұмытылмас еткенсің, күнертең айбындалаш жинап есін, көксегеннен көп заман
тілегіңді жарыққа шығаруға жұмсар күшін дейді. Міне сол көрегендікпен Мағжан Жұмабаев айтып кеткен заман енді туып жатыр ғой. Алаш халқы Жұмағали Тілеулиннің еңбегін ұмытпай бүгін жарыққа шығарып отыр, естеліктерін жинақтап отыр. Міне осындай дәріс өткізіп жатырмыз. Жалпы 90-шы жылдардың аяғында біз еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін ғана кең дауыста біз ұлт зиялылары алаш арыстары туралы айта бастадық қой. Міне сол кезде біздің сирек қорымыздың алтын қорында сақталып отырған Жұмағали Тілеулиннің еңбектері бізге мұрындық болды. Жұмағали Тілеулин туралы іздеуге, мәліметтер қарастыруға. Сонда Жұмағали деген аты ғана жазылған екен, фамилиясы жоқ. Бұл кім екен, қандай ұлт зиялысы екен дегенді іздегенде, Мағжан Жұмабаев өлең арнаған ұлт зиялысы деген егеменді Қазақстанға бір көлемді мақала шықты. Сонда қарасақ, жұқпалы науқастар деген Жұмағали Тілеулиннің кітабының аты жүр. Содан бастап Жұмағали Тілеулин туралы іздеп, деректерді қарап, өлкетану оқуларын, дәрістер өткізіп, бүкіл осы Шығыс Қазақстан облысына, Қазақстанға жан жақтан келген біздің оқырмандарымызға Жұмағали Тілеулиннің шығармаларын таныстыра бастадық. Міне Жұмағали Тілеулиннің біздің қорымызда сақталып отырған еңбектері, жұқпалы науқастар және гигиена деген еңбектері. Электрондық нұсқасы Қазақстан Республикасының ұлттық электрондық кітапханасында, Казнетте бар, содан алып танысуға болады. Біреуі араб қарпінде, ал біреуі латын қарпінде баспа көрген, екеуі де араб қарпінде баспа көрген туындылар. Олар бар менде. Арабша, араб тілінде жазған бар менде. Төте жазумен баспа көрген. Ал енді мынау Алашорда партиясында 1917 жылы Көкшетау Петропавл уезінде басқарып жүрді жергілікті. Оның бәрін айтпай-ақ қояйын, ол белгілі ғой. Сіздің әкеңіз, кешіріңіз сөзіңізді бөлейін, бізге ол жағы да қызықты болып отыр. Сол кезде ұлт зиялыларын, отбасыларын қырып жойып, бас көтерер азаматтардың бәрін жойып жіберді. Сонда сіздің әкеңіз барлық осы ұлт зиялыларының ұрпақтарын детдомға жіберіп, бас көтерер азаматтарын лагерлерге айдап, атып тастап, сондай болды ғой. Бір тігерге тұяқ қалдырмай, сондай жағдай болды. Сол ұрпақтарын аман сақтау үшін Райхан анамыз ең бірінші Ташкентте ағасы тұрып жатқан екен, Абдолла деген, сол ағасының жанына көшіп барады, балаларын аман сақтау үшін, сол қуғын-сүргін кезінде. Одан кейін Бішкекке көшіп барады екен, қоныс аударады. Жұмағали Тілеулин деген соңғы рет сол Бішкектен тұтқынданады ғой, тұтқыннан Воронеждан босап келіп тұрған кезінде. Одан кейін Қазақстанға қайтып оралады. Міне азаматтарынан айырылып, асыраушысынан айырылған осы Райхан апамызға көмектесіп, осындай қуғын көрген, панасыз қалған балаларды асырап жеткізген, көмектескен сіздің әкеңіз екен. Сол туралы да айта жүрсеңіз. Жалпы Райхан апамыз өзі бет біткеннің әдемісі, отырыстың гүлі, сондай бір көрікті, өте білімді, инабатты, сондай жан болған екен, ол кісі туралы мақалаларда солай деп жазады. Ол кісі өте әдемі, көрікті, сондай адам болған, биязы, сондай бір өте мәдениетті, сондай адам болған деп. Естелігіңізді айтып отырсаңыз, өзіңізде сөз кезегі. Жақсы. Мына мен әлгі 3 жыл бұрын Алматыға барғам. Алматыда, сіз білген шығарсыз, Раушат деген Шаймерденнің осынау біз Алматыдан 40 шақырым жерде үлкен зираты бар дейді. Соған бардық, оған бір ақсақал айтыпты. Солай жерде 30 жылдары түнде мәшімен әкеліп, қара мәшімен әкеліп, қайтыс болған, енді өлтірілген адамдарды соларға түсіріп, дайындаған шұңқырларға түсіріп, трактормен жауып тастаған деген. Сонда бардық. Сонда барып, қарасақ бір тас тұр. Таста осы бір 1937 жылдан 45-46 жылға дейін осында 4,5 мың қаза тапқан, осында жерленген деген бір тастың жазуында бар. Тек қана 6 бір яғни бір 6 тас көрдік.
орыстардың епископтары онда сонда хатта таста жазуында 4,5 орыстар бар, және де мынау Европа сонда жерленген екен. Содан кейін 19 жылы бардым. Сосын тағы да өзгеріс болды, сонда барайық деді. Барсақ, онда бір мемориальный комплекс жасапты. Соны кірдік. Как раз мынау наурыз мейрамдары үлкен бір тізімді көрдік. Бүкіл азамат қайраткердің тізімі бар. Енді Жұмағали да бар, Мағжан да бар, бүкіл Әлихан Бөкейхановтан бастап сол. Сосын бір әлі қаттар жатыр екен. Сол қаттарға барып оқыдым. Ол Леон Мирзаян Сталинге жазылған хаты екен. Хатты оқып, сол уақытта квота деген болды ғой. Әрбір кісілерді көру керек, олар әлгі бұрынғы Алашорда парына дейін сондай. Сосын әлгі сол Мирзаян хатында сол бұрын берген квотаңыз Сталин мырза уже бітті, тағы да квотаны көйтсеңіз қайтеді деген. Көрдіңіз бе, сондай хат болды. Ал енді сол біздің аталарымыз, ағаларымыз, Жұмағалидің бағана айтып кеттім ғой, 4 ағасы болған. Сол әргі кішкене енді мал ұстаған ауылды жерді коллективизация басталғасын сол малдарын алып қойды ғой. 4 баласы қайтыс болады аштан. Жалғыз Қайыржан деген баласы болады. Сол соғыстың алдында үйленеді, содан 2 ұл туады. 37 жылы Раушат деген, соңғы рет сол біздің ауылда 15 жыл Қазақстан ауылында киномеханик болып істеп ауырып қайтыс болған. Содан кейін Раушат оқу бітіріп, қазақ мектебін бітіріп, Алматыға барады, Алматыда казгу бітіріп, журналист болады. Соңғы жылдары издательство Қазақстан деген болды, сонда жұмыс істеді. Сонда баласы болады, үйленеді, 2 баласы Мағжан деген, Мағжан Жұмағалиевтің атын қойған, аурудан қайтып, маған звондаған мұнда. Солай мен алып тұрмын. Мені ақырғы жолға сол Сомалгөлге апарып қойсындар, көмектесіп, мен балам апарып. Сомалгөлге 15 жыл Қазақстанда зират бар ғой, менің әке-шешем сонда жатыр. Тағы да әкеміздің, енді Жұмағалидің да 2 жеңгесі сонда жатыр, кімнің Раушаттың әжесі. Сол 30 жылдары сосын әкеп қойдық, осы бұлдар осы жақында жылын өткіздік. Сонда әкеміз сол жеңгесін 2 немересімен қалады ғой. Жеңгесімен 2 немересін аштық уақытында Сомалгөлге алып келеді. Сол жерде үй салып, солар бөлек. Бірақ содан кейін кішкене соғыс біткеннен кейін екеуін барып, неге Қазақстанда үй салып береді. Одан кейін Мұқаш деген ағасы, ол кісі сол құлықтан коллективизация болған, оның да малдарын шығып, балаларынан қорқып, неге Қоскөлден бір ауылға барады. Сол жерде жүргенде аштықтан ол кісі қайтыс болады. Одан 5 баласы болады, 4 баласы болады. Сол 4 баласын біреуі үлкені Сталин деген соғысқа қатысады. Соғыста 1942 жылы Қабатсыз кетті қатып келеді. Одан кейін бір баласы Көкөш деген, ол кісі соғысқа барады 24 жылы. Бірақ ол кісі соғыстан кейін аман-есен келеді. Біздің келеді, Оғалдаровқа әке-шешеме сәлем беремін деп. Содан кейін сол Қазақстанға барып, сол жерде тұрады. Онда шешесі бар да, біз ол шешесін дейтініміз де, сол әкемнің жеңгесі. Содан кейін олар тағы да 2 інісі болған. Ол кісілер Алматыға кеткен, сол жақта тұрып, сол жақта қайтқан, ол ертеде. Сол Көкөш ағамыздың 3 баласы болды, 3 баласы бар.
бірақ екі баласы қайтыс болып, жақында тек қана әйел баласы бар осында Көкшетауда тұрады. Содан кейін Есім деген ағасы, мынау Сатсай деген ауыл бар, сонда тұрды. Ол кісі молла болған. 1918 жылы Есіл ауданы деген бар біздің Ақмола облысында. Сонда барып бір молла емес, бір ақсақалмен онда жас қой, кездесіп, соған айтады, осы мен інім бар еді, Сәпи деген. Ол кісі уже 34-ке келген әкеміз. Сол үйіне сенде бір қыз бар ма деп айтады. Соғыс, азаматтық соғыс болды ғой сол уақытта. Ол бар деді, соны айтып берейін. Содан соның қызына үйленеді, әлгі танысты. Сол 1919 жылы алдында бір аға апамыз болған екен, ертеде қайтыс болды. Содан кейін мен үлкен апамыз Күләш деген әлгі Бақытжан Қанапияновтың шешесі. Сол болады, сосын Ләйлә деген апамыз болады. Одан кейін Қуандық деген ағам, Ләйлә деген апам соғыс уақытында осында артельдегі болған, сонда жұмыс істеді, әскерге тігінші болып істеді. Енді Күләш апам сол Сырымбет саласында мұғалім болды, тұрмысқа шықты. Мұсахан деген бір үлкен азаматы белгілі ұстаз болған, сол кісіге директор болған, сол кісіге тұрмысқа шығды. Одан кейін Қуандық деген ағам сельхоз институты оқып бітіріп Алматыда. Сол 2000 жылы қайтыс болды, осында көп жыл директор болды. Тағы да ағам әскер деген жалғыз ағам қазір тірі. Қарағандыда шахтер болған, сонда 87-ге келді. Сүйіндік ағам болған, ол кісі тоже ауырып қайтқан. Оның балалары бар, бәрін айтуға көп уақыт кетеді. Содан кейін Есімде 3 бала болады, Есім ағасында. Науан деген, сосын Қамаш, сосын Аманқұл деген. Науан деген фамилиясы Жунусов болды. Өйткені тағы қолағанда, коллективизация болғанда балаларыма тағы қырсығы тиеді деп, солардың тегіндерін өзгертті. Науанды жиен болады. Көрдіңіз бе? Ал екінші баласы Қамадан оны тілеуін деп қалады. Үшінші баласы сол әкесінің атында Ешимов деген болады. Бұлар соны не жағында бокста қайтты. Кавалерийский дивизия болған. Сонда дайындалып, сонда 1942 жылы Харьковқа кетеді дивизиямен. Сонда Харьковский котел деген болды. Сонда қаза табады, хабарсыз кетті. Көкөш айттым ғой, өзі аман есен келген. Содан кейін енді біздің Сәпидің балаларынан кеш туған баламын ғой. Әкем 60 жасындағы туып өтті. Содан кейін ал енді тағы айтқандай бір күні Райхан екі інісі бар болды, екі сіңлісі болды. Оларда кітапта бар ғой, сіз білесіз. Гүлсия, Айша деген сіңілдері. Иә, кімнің бажасы, бұл қызды Алашорда, ол да біздің жақты Қышқыл деген ауылдың азаматы. Иә, Абдолла Байтасовты айтасыз ғой. Сол еді айтқандай, тағы да сосын тағы Каганов, соның бәріне соны балда аномастический комиссияда соның мүшесі екен. Қаланың мүшесі, қала комиссиясы мүшесі. Сонда
енді анау мектептің аты енді техникум колледж. Соны ескеріш, соны айтып отырмын. Қазір сізге де, енді сізді тыңдап жатқан азаматтарға, соған енді бір ескерткіш. Петропавлда 20 жылда жұмыс істеді, 15-20 жылдай. Сонда кішкене бір ескерткіш қой керек қой. Сондай сұрағымыз бар біздің енді бүкіл осында туыстарда. Көкшетауды көрдіңіз бе? Мынау жергілікті акимат, мәслихат бәрі сондай тыңдап, сондай бізге жақсы жұмыс істеп берді. Енді сол айтуша енді бәрде жұмыс енді не үшін атылды деп бәріміз сұрақ қоямыз өзі. Бірақ үкіметке қарсы шыққан жоқ. Қазақтың ертеңгі ойлаған қаншама білім саласында істеді, білім емдеу саласында, қалай жас болса да уже неде оқып жүріп, бағана айттым ғой, мұда оқып жүріп уже қаншама мақала жазған газеттерге, журналдарға. Сол үшін сондай жағдайда біз сондай атамыздан үлкен азаматтардан, Әлихан Бөкейхановтан бастап, Ахмет Байтұрсыновтан бастап, Жақып Дулатовтан бастап, тағы да басқаларды айырылып қалдық. Олар қазақ еліне қаншама әлі істеледі, қазақ халқына. Бірақ өздері мезгілсіз кетіп қойды. Соны өте қиын жағдай, қиялы болған жағдай. Мен ана жолы кімге жібергем, Өмира марафонаға. Өзім Степной маяк газетінде орысша, арқа жарық қазақша, тағы да Көкшетау газетіне мақала жазған. Сіздерде бар шығар. Осы жағдай туралы көп жазды. Тағы да жазғанымыз ғой, ол кісінің есін қалтырмай, немерелерімізге, балаларымызға, немерелерімізге сол кішкене білімдерін ағарту керек. Сіздерге тағы да айтатын рахмет. Мен жанұям, балаларым бүгін жұмыс күні, бәрі электронный библиотекаға бір болса айтыңыздар. Сөзімізді қорытындылай келе, бүгінгі әңгімеміздің, дәрісіміздің арқауы болып отырған Жұмағали Тілеулин, Абылай ханның айтулы батыры, бәсентиін Айтбайдан тараса атасы жағынан, анасы жағынан со Айтбайдың үйленген бәйбішесі Қаздауысты Қазбек бидің бір қызына үйленіп, содан тарап отыр екен. Анасы жағынан алсақ та, атасы жағынан алсақ та, тек дәулеттен тараған Жұмағали Тілеулиннің әрине соңғы демі біткенше өзінің туған ұлтына, туған халқына бар жан тәнімен қызмет еткен ұлт зиялыларының бірі. 20 ғасырдың басына тарих сахнасына шығып, еліміздің тәуелсіздігі үшін, бүгінгі біздің бақытты өміріміз үшін күрескен ұлт зиялысы, ұлт қайраткері, алаш арысы, публицист, журналист, дәрігер, тіпті сол замандағы ұлт зиялыларының барлығы да өте жан-жақты адамдар болған. Олар оқулықтарда жазды, ғылымның барлық саласынан зерттеді, ақын да болды, публицистикалық шығармаларда жазды. Міне сондай азаматтардың қатарында біз мақтанышпен Жұмағали Тілеулинді де айта аламыз. Жұмағали Тілеулинде Бейімбет Майлин сияқты, Сәкен Сейфуллин сияқты, Ілияс Жансүгіров сияқты, Тұрар Рысқұлов сияқты қазақтың кеңес өкіметінің өз азаматы еді. Өз қолымен осы өз мемлекетін құрған азаматтардың бірі еді. Олар ешқашанда халқына да, мемлекетіне де жау болған емес, халық жау болған емес. Міне бүгінгі күні дәлелденіп отыр. Өкінішке орай Райхан анамыз ол күнді көре алмай 1955 жылы екі ұлынан тірідей айырылып, жолдасынан да айырылып, өмірдің көп бейнетін, азабын көріп,
жүрегі шыдамай өмірден озып кетті. Тек 1958 жылы ғана Жұмағали Тілеулин аты ақталған екен, ешқандай жазасы жоқ, жазықсыз екендігі айғақталып. Міне бүгінгі күні ғана біз еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін ғана біз бәр даусымызбен айтып отырмыз ол кісілердің үлесін, біздің еліміздің егемендігіне, тәуелсіздігіне қосқан еңбегін ашық айтып отырмыз. Міне сол азаматтарымыздың есімі, олардың атқарған жарқын істері қазақтың тарихында қалады, отанымыздың тарихына қалады, есімі мәңгі өшпейді демекпін. Сізге мол денсаулық тілеймін. Ұрпағыңыз өсіп өне беріңіз, Мәуелі Бәйтеректей. Болашағымыз қазақ елінің аспанын бұлт шалмасын, болашағымыз жарқын болсын демекпін. Тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын, еліміздің іргесі тыныш болсын. Мен бір тағы айтатыным бар, бір кішкене болсын. Жақсы. Әлгі Қайралы кітабында, жаңағы Сәулем Әлидің кітабында ақырғы Жұмағалидың ақырғы сүгіреті бар. Ол кісі сол 48 жасында қайтыс болды ғой, атылған уақытта. Сосын мен әкем 91 жасқа дейін болды, 91 жасы. Сол соңғы сүгіретін салыстырдым. Екеуінің түрлері келеді. Бірақ Жұмағали атамыздың түрі 95-100 жылдың түрі сияқты. Андай түр неде НКВД жатқанда сондай енді үш күндік күні түні сұрақ, допрос жасады ғой. Содан сосы қартайып кетті. Сосын тағы бір енді мақтаныш емес айтқаным, мен әлгі Қарағанды институт бітіргеннен кейін автокөлік жағынан мамандық алған. Сосын 2 жылдан кейін 2 жыл автобазда жұмыс істеп, сосын осында автокөлік техникумына жұмысқа шақырды мұғалім болып. Сонда келіп әкем айттым. Содан мен жұмыс алдырдым. Шешем айтты, жарайды, қайда істейсің де істеп, тек қана аман бол деді. Әкем сонда қуанып, ой, дұрыс істегенсің дегенді. Сол мен үйрен қылмаған, ол не деп айтты деп. Сонда біздің ұл жақтан мұғалімдер болмаған Жұмағалиден кейін. Сол мен мұғалім болды деген соған қуанып қалды. Әрине. Көпшілік қауым. Бүгінгі бізде қонақта Жұмағали Тілеулиннің ұрпағы деуімізге болады, туған ағасы Сәпидің ұлы Бекет аға қонақта болып өзінің естеліктерімен бөлісті. Сізге көп рахмет, ұзақ ғұмыр, денсаулық тілейміз. Қош аман болыңыз, жақсылықта кездесейік. Аманшылық болсын. Рахмет. Сау болыңыздар, сәлем айтыңыздар бәріне. Жақсы, рахмет, сау болыңыз.